Ата-анам арқа сүйерім, тілекшім қамқорым менің. Бір туған іні қарындас, сендерді аңсап жүремін. Отбасым ол қызым жарым, сендерге арналған барым. Гүлденер думанды бағым, сендер деп атады таңым. Өз үйім ошағым менің, сарқылмас үмітпен сенің. Киелі туған топыраққа. Отбасы деген ұғым әрбір адам баласы үшін ең қасиетті ұғым болып саналады. Себебі отбасы деген осы жылудың ортасы, осы мейірімнің ортасы. Барлық адам үшін ең маңызды болатын бұл құндылықтардың бірі адамның өмірге деген мотивациясы, алға ұмтылуға беретін күші, қиналғанда өзінің мұңын шағалатын ортасы. Оның барлығы осы кішігірім бір отбасы деген ұғымға сыйып кететін үлкен мағына. Ал енді отбасының құндылықтарын бағалай білу әр адамның бір міндеті деп ойлаймын. Енді сол отбасымызды әрқашан өзімізді отбасымызды бағалай білсек, отбасымызды бір қандай жағдай болса да бір құрметтей білсек, бұл қазіргі таңдағы алға тартушы бір локомотив секілді дамуына. Себебі отбасы адамды мейірімділікке тәрбиелейді. Сол мейірімділіктің арқасында адам бір-біріне көмек көрсетіп, қазіргі осындай пандемия уақытында мейірім деген нәрсе енді ең қажетті жылу болып табылады ғой. Сондықтан отбасыны бір сыйлай білу, қадірлей білу осы әрбір адамның бір ерекше бір миссиясы деп ойлаймын. Отбасы жайлы құндылықтар айтатын болсақ, отбасының енді бір ерекшелігі бұл адамға деген бір қиналған уақыт, жаңа айттым, қиналған уақытында бір күш беретін дедік. Себебі отбасына келіп адам өзінің мұңын шағады, отбасына келіп қуанышын бөліседі. Әр ең бір адамды жан дүниесін түсінетін адам ол отбасының ішіндегі адамдар, оның әкесі болсын, шешесі болсын, бауыры, қарындасы, ол отбасының жаңағыдай күш алатын ортасы, жылу алатын ортасы деп есептейміз осы барлықтарын. Ата-анам арқа сүйерім, тілекшім қамқорым менің. Бір туған іні қарындас, сендерді аңсап жүремін. Отбасым ол қызым жарым, сендерге арналған барым. Гүлденер думанды бағым, сендер деп атады таңым. Өз үйім ошағым менің,